Сәлем достар, Әрту жаңалықтар каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай дапанчи жасаймыз. Егер де сізге осындай видео қызық болса, онда видеоны аяғына дейін көріңіздер. Мынау біздің тауығымыз. Біз бүкіл тауықты бөлшектеп мұздай суға салып қайнаттық. Енді міне бір қайнап алды. Енді қазір осыны сүземіз. Тауығын ғана аламыз. Тауықтан басқа керекті заттарымыз ол мынандай полугорки перец. Біз біреуін алдық. Қызыл полугорки. Осылай турайсыздар. Пияз, картошка. Мына жерде 1 килограммдай картошка бар шығар, 800 граммдай. Және бір чеснок. Чесноктың барлығын екіге бөлесіздер. Сосын мынандай чили переці қызыл екіге бөлінген. Мынау бізде арнайы приправа, дапанчиге арналған приправа, Қытай магазиннен сатып алдық. Сырты осылай. Біз бұны Яляннан сатып алдық, барахолка жақтан. Арнайы осы тамақ үшін. Және де осындай приправалар керек болады. Мында зира, хуаджоу деген қытайлық қара бұрыш, және де звездочка. Бұл приправалар міндетті түрде қосылатын приправаларымыз. Қатты қызып тұрған табамызға май құямыз. Жарты кеседен кішкене көбірек. Бүкіл приправаларымызды қызған майдың ішіне саламыз. Зира, хуаджоу және жұлдызша, звездочка. Бұл приправалар майға өзінің дәмін тезде береді. Және де сосын қызыл бұрышты саламыз. Пияз саламыз. Бәрін бірге салып қуырамыз. Астымыздағы газымыз өте қатты болып тұр. Қатты газде қуырамыз. Міне, біз қуырғанымызға 1 минутта болған жоқ, приправалардың иістері қатты шығып жатыр. Енді етті саламыз. Араластыруды ұмытпаңыздар. Осындай қалыпта 3-5 минуттай қуырамыз. Және де түсін өзгерту керек болса, және дәм беру керек болса, етке осындай соевый. Онда соевый соустан 1 қасықты саламыз. Және де дапанчиге арналған приправаның 2 қасығын саламыз. Картошканы саламыз. Және тағы да араластырамыз. Барлығын араластырып істейсіңдер, өткені асты өте қатты болып тұр. Астына жабысып қалмасын. Біздің май құйғаннан осы кезге дейінгі уақытымыз 5 минуттай болды. 5-7 минут болды. Енді су құямыз. Тамаққа 10 минут өтті. Енді мында чесногын үстіне саламыз. Астын қатты қойып қойғаннан, үстін жапқаннан бұрқылдап кетті. Сондықтан да астын кішкене ғана жай қойдық. Бірақ бұрқылдағаны осындай болып тұр. Достар, біздің тағамымыз 20 минут пісті. Енді осы кезде астын өшіреміз. Және де біздің полугорки қызыл перецімізді саламыз. Міне, достар, біздің дапанчи дайын болды. Өте керемет, түрі де, дәмі де, аштылығы аштырақ болып шықты кішкене. Бірақ біз бұндайға үйреніп қалдық, және тура осындай қылып жасағымыз келді өзімізде. Және осының қасына қазір күріш жасаймыз, және тамақтанамыз. Міне достар, дайын болды. Күрішпен жасадық, өйткені біздің дапанчиіміз ашты болды. Аштыны кішкене баланс жасап тұратын ол күріш. Ал сіздер өздеріңіз қалағандарыңызша лахманы тестомен жасасаңыз болады, және де
жай қамырды тесто қылып алып сонымен жасап жесеңіздер болады. Көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сау саламатта келесі кездескенше. Сау болыңыздар.